Баршаңа қайырлы күн. Сіздермен әлбеттегідей Fastmoney Forex. Біздің қысқа уақыттағы саудамызға қош келдіңдер. Күнделікті саудамызға. Бүгін біз тоже кішігірім торговля жасап, табыс табатын боламыз. Біздің целіміз 1,5 миллион теңге. Неге маған 1,5 миллион теңге керек екенін айтпай ақ қояйын, бірақ бізде бір маңызды цель бар. Вот. Зато біз қазір құр әшейін торговля істеу үшін ғана келген жоқпыз. Бізде мақсатпен келдік, табыс табу үшін деген. Как и барлығың секілді, в принципе. Торговляны просто құрдан құр жасауға болмайды. Торговляны бір арнайы мақсатпен, планмен, цельмен жасау керек. Сондықтан да торговляға кірісейік. Сделкаларды крупный $2000 ашатын болам. Но сендер енді бұны қайталамаңдар, потому что білмеймін, енді ол опасно болады сендер үшін. Бір $2000 екі сделка плюске шығаратын болсам, примерно целіме жетіп тұрмын деп өзім түсінемін. 1,800,000 примерно $40 табам. Ол бізде қанша болады? Қазір көрсете салайық. 929,000 теңге болады екен. Содан бір 2 сделка істейтін болсақ, примерно 1,800,000 теңге болады. Примерно сол енді неге жетіп тұр ғой? Мен целіме жетіп тұр. 1,5 миллион түске беретін болсам, ар жағында уже даже бонусым 400,000 теңге қалайын деп тұр, короче. 300,000 теңге ма? Вот. Так, все. Давайте кірсек торговляға. Что тут у нас есть? 5 минутқа кіреміз. Негізі бүгін кіретін уақыт емес, потому что қазір новостиларды бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Forex Factory. Кеше бізде Трамп сөйледі өздерің білетіндей, новостилар шықты. Бүгін тоже кішігірім енді новостилар бар бізде. Долларға, короче, бізде 3 қызыл новости бар. PPI, Core PPI, MM, PPI и тағы да мынаяқта бірдеңе. Перевод істеп жіберсек, понятно болу үшін. Ана, ICP дейді. Основной PPI дейді. Короче, сол экономический долларға қатысы бар жаңалықтар өте маңызды шығады, который бізде бүкіл рынокты, абсолютно любой рынокты шатат еткізетін. Неге шатат еткізеді? Потому что бізде доллар основной валюта в мире. 70%-ын қамтып отқан, короче. Алтын, күміс, акциялар барлығына өз мейлінше әсер етеді. Даже внебиржевой котировкалардың өзіне әсер етеді доллардың жалпы жаңалығы. Осы. Имейте это в виду, в принципе. Так, Трамп кешегі анау новостилар ғой, іштерікте болған. Бұл қай күн өзі? Іштерік. Ой. Азанғы уақыттарда да шыққан екен. Трамп сөйлеп. Короче, в общем, активность болып жатыр ғой нарықта. Сондықтан да негізі бұндай ситуацияларды кірмеген дұрыс. Более-менее, да? ПЛП аудиотысы бізде өздерің көріп тұрғандай баға қазір нарықта бізде имбаланс қалдырып кеткен. Және де осы имбаланс жартысынан көбісін келіп. Мына бізде RP шешкенін көріп тұрсыңдар. Бірінші толтырған зонаны. Дальше төмен қарай кетіп, мынаяқтағы минимумға дейін шешкен. Өздерің көріп тұрғандай RP сақталған. Енді мынаяқтағы ликвидность той шешіп, сейшаның төмен қарай кетіп, мынаяқтағы біздің rejection блоктан, который бізде мынау ликвидность шешкен өздерің көріп тұрғандай реакция алған баға. Көріп тұрғандарында осы rejection блоктың ровно жартысынан примерно, да? 45-30%-нен жоғарғы реакция алған. Көріп тұрғандарында. И дальше былай жабылған. Так, келесі сеча бізде ликвидность шешті. И жоғарғы кетіп баратыр. Біздің целіміз бізде мынау деп ойлаймын. Осы жерде бірақ бізде имбаланстан кейін төмен қарай кету керек баға. Но, понятно. Бізде закрепление бар, в принципе, төменде сделкалар аша берсек болады негізі. Ближайший бізде цель мынаяқтағы ликвидность, который бізде мынаяқтағы ликвидность шешкен. Осы ликвидностьті шешеді деп ойлаймын, потому что бізде закрепление бар сечаның яғында. Так что қазір көретін боламыз. Пока ликвидность шешілген жоқ. 3 минутқа бір кірейік, 3 минуттағы сечаларды бір қарайық. Көріп тұрғанда бізде мынаяқта RP бар, rejection блок бар. Баға әлі бұл жерге бірде бір келген жоқ. Баға бізде краткосрочный мынаяқтағы минимумды көріп тұрғанда шешіп қойды. Шешіп жатыр или шешіп қойды просто. Енді қазір көрініп тұрған жоқ та бізде ше. Майда болғаннан кейін. Примерно шешіп қойды десек те болады, потому что майда жақындатып қарайтын болсақ, негізі бізде шешілгені көрініп тұр. В принципе. Жоғарғы жақта бізде бағана 5 минут берем деген баланс көріп тұрсыңдар. Баға бізде әдемі оны толтырып кеткен. И бізде RP зона мынау болып тұр. Өздерің көріп тұрғанда бірінші толтырған зона мынау болып тұр. Өздерің көріп тұрғанда уже нақтыланып тұрды. Бұл четко болып тұрды график ше. И осы RP шешкеннен кейін өздерің көріп тұрғанда минимумға шейін доставка қазір болу керек. Осы максимум жеткізген минимумға шейін өздерің көріп тұрғандай доставка болып жатыр. В принципе, болайын деп жатыр. При этом бізде доставка манипуляциямен болып жатыр. Манипуляция деген жоғары жақтағы ликвидность компрессия секілді.
Бұл ликвидностьті баға бізде рано или поздно бүйтіп шешу керек, короче. Жоғары жақтарда цель имеется, өздерің көріп тұрғандар, имбаланс ретіндегі, вот, но білмеймін енді оған келуі маловероятно. В принципе, тағы не байқаймыз, мына жақта бізде не бар, PPR бар, өздерің көріп тұрғандай, мінекей, осы PPR-дан бізде баға келіп развороталып жатыр, өздерің көріп тұрғандай. Так, өте детальный анализ істедім. Давайте енді сделкамызды ашып көрсек те болады, по сути. 5 минутқа бір клик. И қазір 1 минутқа тағы бір клик. 3 минутта 1 минутқа ауысып. И дальше уже көреміз. Өздерің көріп тұрғандай бізде мына жақта 1 минутта кіремде RP-ді, BPR-ды, короче, келіп, толтырып тест болып кетіп қалған төмен қарай. Заодно бізде кішігірім мына жақтағы брейкер блоктары тест болған, өздерің көріп тұрғандай. И дальше төмен қарай кетіп жатыр баға. Но енді қысқа уақытта қозғалыстар жылдам болғаннан кейін кішігірім риск бар. Вот, пока бізде астыңғы жақтағы свечаның ликвидностьін шешті, көріп тұрғандарындай. Но бізде ликвидностьін шешкен, блин. Мінекей қараңдар. Бізде мына жақтағы ликвидностьін шешкен, өздерің көріп тұрғандай свеча бар ғой. RP, то есть rejection блок болды. Содан реакция алып кетті жоғары қарай қазір. Уақытша. Білмеймін енді, ближайший цель осы ликвидностьін шешкеннен кейін, и дальше мына жақтағы rejection блок тест болып, баға төмен қарай кетеді деп примерно мен ойлаймын жалпы өзімше. Мінекей. Вот, пока көреміз енді. Маған төмендеп сделка ашу керек. В принципе, мен төмен қарай кететінін білем бағаның. Так что қазір закреп болған күтемін да, келесі вечермен сделка ашатын боламын. Вот. Қазір төмендеп ашуға неге болмайды, потому что қараңдар бізде закрепление жоқ. Осы свеча, мынау қызыл, өздерің көріп тұрғандай мінекей. Мына жақтан закреп болу керек. Потом уже келесі целіміз біздің мына жақтағы свеча минимум болады, короче. Сразу, да. Өздерің көріп тұрғандай агрессивно құлап баратыр. Ал бізде неден PPR тест болып, сағатына брейкер блокты. Цель бізде мынау. Қазір біз закреп болсын, дальше төменде бізде қарсақ болады. 10 секундтай қалды, минуттық сешен жабуына күте саламыз. Ликвидностьті бізде шешіп жатыр. Заодно бізде мына жақта лонговый зона бар. Мына біздің ордер блокты алсақ болады, өздерің көріп тұрғандай. Осы жерден бізде жоғары реакция болуы мүмкін. Мына жақтардағы ликвидностьтарға шейін. Но бұл жердегі ликвидность бізде, менің ойымша, не сияқты, потому что қараңдар бізде баға поток приказовпен кетіп баратыр. Ордер блок тест болды, PPR тест болды, допустим, да, вот қараңдар деген сияқты неден кетіп баратыр, короче. Пока закреп болған жоқ, только свип қана болыпты. Давайте жоғарыда ашып көрсеңіздер. Закрептің жоқтығы, ликвидностьтің шешілуі жайда бізде зона интересамыздың тест болуы біздің жоғарыға сделка ашуымызды ықпал етті, короче. Қараңдар. Допустим, мына жақта бізде зона интереса бар, но все же одан алдын біз сделка аша берсек болады, потому что бізде мына жақта ликвидностьтің шешілгенін көріп тұрсыңдар. Ал мынау зона бізде кішігірім, енді локально біздің неміз болады, короче, rejection блокымыз болады, который ликвидностьті шешкен. Енді ордер блок сияқты, да? Вот. Но баға не істеп жатыр? Қазір бізде закреп странно қозғалып жатыр баға негізі, в принципе. Көреміз. Ликвидность шешті. Давайте тағы догон сделка ашып жасайын. Жоғары қарай. Келесі цель, мына жақтағы біздің сделка ашқан жеріміз. Просто мен сол ертерек кетеді деп ойладым да, баға жоғарыға ше. Мына жақтан ликвидностьқа шейін деп ше, примерно. Вот. Қалып кеткенім жоқ. Или мынау. Енді қазір по-любому баға жоғарыға кету керек қой, ликвидностьтарға шейін көп таңдарында. Заодно бізде мына жақтағы неден кішігірім зонадан реакция алды ғой. Мынау десек те болады мінекей. Но это уже ошибка. Мына жақта бізде имбаланс бар. Вот в чем дело, қараңдар баға. Мен кое-что очень важное упустил в этом деле. Қазір көрсетемін сіздерге. Очень важный затты қалдырып кеткен екенмін. Так, қараймыз жігіттер қызы, қараймыз. Бізде мына имбаланстың бар екенін барлықтарын көріп тұрсыңдар. Имбалансты бірінші толтырған зона қай жерде? Мінекей мына жерде. Өздерің көріп тұрғандай. И баға оны шешкен жоқ мына жақта, просто равный хай қалдырып кетті. И уже окончательно қазір шешіп, и жоғары қарай кетіп қалды. В принципе, даже если шештік дегеннің өзінде
RP бірнеше рет сақталады. Допустим, сияқты. Мына қараңдаршы, мына жақындатып көретін болсақ та негізі мына жерде шешілген деп айту қиын. Но, мына қараңдар. Бізде имбаланс бірінші отырған зона. Бұл жерде бізде RP болған, өздерің көріп тұрғандай. Осы минимумды создавать еткен максимумға шейін баға доставка не істеген алған. Но все же бірақ последующий қозғалыстар, мысалы RP-ді қалдырған тоже бізде активный ликвидность ретінде қалыптаса алады жалпы. Бірақ енді ол только бірнеше рет қана RP-ді шешкен тағы бір не ғой, короче, минимум. Вот. Негізі, егер де баға төмен қарай кететін болса, сол тоже шешіліп қойған RP-дің өзі де кейбір ситуацияларда тоже интересный зона бола алады бізде, интересная зона вообще. Вот. Соның арқасында тоже мен соны жіберіп алдым. Но басында былай ойладым, мойындау керек. Все же былай көргеннен кейін, мына мен имбаланс белгіледім. И мынау шешпеді деп ойладым мына минимумда. И RP-ді біз қазір мына осы қозғалыспен мына осы қозғалыспен төмен кеткен ең шештік деп ойладым. Вот. Но все же все нормально. Өздерің көріп тұрғанда бізде $60,000 еді примерно, уже $2,000 шейін шотымыз көбейді. Тағы да бір сделка ашсақ, $2,000 чисто 2 плюс мен үшін өте жақсы табыс деп ойлаймын. Қазір көреміз өзіміз. КБП USD ОТС валютный парасы бізде имбаланс болған. Ай-ай-ай, ой-ой-ой, қателік кеттім менен. Имбаланс белгілейміз. Бірінші толтырған зона мынау тұр. RP болды. RP-ді шешіп кетті, жоғары қарай кетті. RP-ді шешкен зонаны қайтып келіп шешіп кетті, өздерің көріп тұрғандай. Жақындатып көрсетейін қазір. Мына бізде RP-ді шешті, жоғары қарай кетті, максимумға шейін қатырса кеткен. Мына бізде тағы минимум бар. Оны шешті ма, шешпеді ма, көзім жетпей отыр, короче, мынаны ше, қараңдаршы. Негізі шешу керек еді. Но егер де манипуляция болатын болса, жаль, конечно. В принципе, жоғары жақта бізде по целям ликвидность шешіліп қойған маяқтағы, өздерің көріп тұрғандай. Дальше баға төмен қарай кетіп қалған, маяқта бізде не бар как раз, инверсион имбаланс бар. PPR-дан төменде бізде қашып көрсек болады, маяқтағы минимумға шейін который бізде ликвидность шешпеген. 1 минутқа деп ашып көрейін сделкамды. 1 минутқа кіріп, 1 минуттық таймфреймге тағы қосымша анализ жасаймын. Өздерің көріп тұрғандай бізде боковик болып отыр. Кішігірім негізі боковиктің пайда болуы бағаның кішігірім развороттарға әлде дальше өсуіне агрессив түрде прям дайындалып жатқаны. Потому что сол үшін ғой негізі боковикті аккумуляция деп атайды, накопление деп атайды. Не деп атайды неше? Типа флэт деп атайтын, сондықтан, короче. Но все же қазір бізде мен кішігірім ерте ашып қойдым, потому что бізде боковиктің астыңғы жағын ликвидность шешілді, мінекей. Байқап тұрғандағындай мизерно, и келесі бізде үстіңгі жағы. Вот. Айттым ғой міне. Давайте төмендеп 2 сделка ашып жасайын. Даже 3 сделка ашып жасайын, чтобы не мучиться, короче, дальше сделкалар ашып, кішігірім отработканы күтіп деген секілді, короче. Вот. Үстіңгі жағы шешілді, енді келесі астыңғы жағы. Идеально просто базовый нәрселер ғой бұл, бізге білу керек, короче. Бірінші асты, екінші үсті. Баға солай қозғалады, ликвидность негізі солай қозғалады. Баға ликвидностьтан ликвидностьке қозғалады, ликвидностьтан аралығында бізде тренд пайда болады. Трендтен жалпы сол біз структураны анықтаймыз, короче. Бағаның направлениесін анықтаймыз деген сияқты нәрселер ғой бұл жерде. Бізде қазір мына RP тұр, осы RP-ден кішігірім төмен реакция алу керек. Бірақ енді көреміз. 13 минуттық торговля негізі жаман емес, өте тамаша. Үлкен суммамен көп рискке салдық. Это того стоит. Определенно просто. Өте үлкен бір пайдалы нәрселер бұл жерде айтылды. Пайдалы сабақ болды. Мойындау керек. Барлықтарың орындарынан тұрып, маған шапалақ ұрып қойдыңдар әдемілеп тұрып. Потому что енді бұндай прекрасный прям торговляны ешкім жасап көрсетпейді сендерге. И ол жасаған торговлясын көрсетсе де, сендерге мен секілді прекрасно түсіндірмейді. Сондықтан да лайктарыңды аямай, арнаға міндетті түрде тіркеліп қоя салыңдар. Сендердің қолдауларың мен үшін, біздің каналдың қазақша трейдингтің дамуы үшін, өнуіміз үшін маңызды. Сондықтан да похлопайте мне деп қойып ше. Так, былай жасайық. Профильге кірейік, торговый профильге кірейік. Бүгін қанша тапқанымызды есептейік. Но все же бірақ невооруженным глазом бізге көрініп тұр, что жақсы бір табыс шыққаны, примерно бір $5,000-дай. Қазір көріп жіберейік. Кто не рискнет, тот не пьет шампанский дейді. Но бұл дұрыс, но все же бірақ рискті дұрыс рисковать ете білуді керек та, короче.
тупо рисковать етудің қажеті жоқ. Мысалға, допустим, казиноға барып ставка тігіп деген секілді, ол нәрсе уже қате риск. Ол жерде сен өзің выгоданы аланбайсың, потому что это тупизм был, да, ол уже тупизм, короче. Вот. Так, давайте бүгіндік немізді көрейік. Тодай сегодня, короче, 71% сделкамыз плюс, $14,000 оборот и $5,200 таза пайда біздің прибыліміз. $5,000 бұл 2,5 миллион теңгедей примерно. Давайте көріп жібере салайық сіздерге. Просто сразу сол осы жақсы интернеттің ішінен мықтысын енді сразу дәлелдеп көрсету үшін удобствомен осындай сіздерге қойғам, короче. Неше мына қазіргі біздің курстың доллардың курсы көріп тұрғандарында 2000 қанша еді? 5200 $5,000 өздерің көріп тұрған. $5,000 бір күнде. Ну это же просто бешенство. 2,616,000 теңге. 2 миллион кәдімгі 2 миллион теңге бір күнде. Осы 2 миллионды мысалға бір айда рамайтын адамдар бар, мысалға бизнесмендердің өз мысалға обороттардан шығатын таза пайдасы 2 миллион шықпайды. Трейдинг көріп тұрсыңдар ғой, қалай сендерге қандай өте үлкен мүмкіндік беріп жатқан. Оның үстіне ешқандай қиындықсыз просто дайын мен өзім үйретіп жатқан концепцияны пайдаланып просто таптым. Бұдан оңай нәрсе жоқ неге жігіттер, қыздар. Сабырлықты сақтап, бір жерде қысып, просто дұрыс үйреніп, дұрыс білім алатын болсаң, нәтиже міндетті түрде болады. Өздерің көріп тұрғандай өз примерімді көрсетіп тұрмын сендерге. Так, енді $5,200 ғой, бұл ақшаның жартысын шығармаймын деп негіз пландаған мен. Все же, бірақ енді шығаратын болып қалдым, потому что бұл уже өте үлкен жақсы сумма. Жартысын қалдырып, жартысын, короче, не істей саламын. Примерно бір $2,700 ма? $2,700 шығара саламын да өзіме. $2,700 қанша болады примерно теңгемен. Негізі өзім білем да, просто сендерге көрсетейін деп жатқам ғой, ше, қанша болатын, наглядно көрсін деп 1,358,000 дейді. Давайте бір $3,000 ма шығарайық, просто маған $1,5 миллион керек іске ше. $3,000 қанша болады? $1,5 миллион, ровно $1,509,000 теңге. Как раз просто. Так, ұйықтап отырып не қылмасаң, емдетпесең қиын ғой қазір. Осылай өз жағдайларыңды өздерің істейсіңдер, короче. Талай мысалға финансовый ямалардан шығып өздеріңше жағдайларын жасап, әке-шешелеріңді, жақындарыңды қуантып, жұбайларыңды қуантсаңдар болады. Осының барлығына білім арқылы сабырлықпен жетуге болады. Оқитын болсаңдар, әрекет жасайтын болсаңдар, Аллах тағала берекетті міндетті түрде береді. Осылай полностью трейдинг саласын үйреніп, табыс табуды баршаларыңа жұғысты болсын. Қиын жерде ештеңе жоқ. Қанша бір 17 минутта сендерге тауып тастадым. Өте тамаша результат. Так, $3,000 қоя бізде. Так, Windrawal. Witchdravel. 66,000. Бір қуанғанымды айтсай. Енді, конечно, бұл жерде көп рисковать еттім, но ана того стоило. $3,000. $3,000 шығармағалы біраз болып қалды еді. Қараңдар, міне историяға қараңдар. Бізде саяққа тұр. Қараңдар қанша шығарып жүрмін ше, мына 840, 610, майда. Енді көбейіп, қазір $3,000 шығардым. Ең көп шығарған менің примерно сол $5,000 өздерің көріп тұрғандай. Жігіттер, қыздар, осылай бүгінгі біздің саудамыз аяқталды. Баршаларыңа сәттілік, баршаларыңа саудада табыс тілеймін. Сендердің бізге болған Fast Money Forex командаға тегін қосылуды жіберіп алмаңдар, әлі де жекемен жазсаңдар болады. Біздің трейдерлердің базасына қосылу арқылы шексіз доступқа $100,000 төлеудің орнына кірсеңдер болады командаға. Баршаларыңа рахмет, сау болыңдар. Сендердің бізге болған Fast Money Forex.